Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, желі қолданушылары. Алматы облысының 90 жылдығына орай жер жаннаты жетісу атты слайдымызды назарларыңызға ұсынамыз. Елбасының рухани жаңғыру атты жолдауы туған өлкенің жергілікті жердің, тіпті аймақтың өз ерекшелігін, табиғатын, тарихын, халқы мен тұрмысын сипаттайтын факторларды зерттеп, оны жас ұрпақ тәрбиесінде пайдалану өзінің маңыздылығын ешқашан жоймақ емес. Өлкетану отансүйгіштікті сезімді, отанға терең махаббатты тудырады. Туған өлкенің өткені мен қазіргі кезімен және жорамалды болашағымен табиғатты экономикалық, тарихи, мәдени және басқа да ерекшелігімен танысу дүниетанымын қалыптастыруға жағдай жасайды. Биыл 90 жыл толған Алматы облысы отандық және әлемдік тарихқа жетісу атымен белгілі. Қазақ халқының сан ғасырлық тарихында жетісу аймағының алатын орны ерекше. Жер жанасы атанған бұл өлке өзінің сұлу табиғаты, бай тарихы, қойнауы қазынаға толған шұрайлы жері, берекесі мен бірлігі жарасып, тату-тәтті ғұмыр сүріп жатқан тұрғындарымен алтын бесікке айналған. Сонау ежелгі үйсін мен сақ, ұғын мен түркі заманынан бері осы өңірді мекендеген халқымыз нені көріп, нені бастан кешірмеді. Алатау мен Алакөлге дейінгі ұлан байтақ ырысты өлке, түгін тартса майы шығатын құнарлы алқап. Ой жайлау мен бел жайлау, шөлкеде және мыңжылдық айдынды Алакөл мен суы шипа, балқаш жақұттай көлсай мен табиғаттың тамаша тартуы саналатын тамшы бұлақ, бесшатыр мен ақтау, айғайқұм мен бітімі бөлек шарын шатқалы. Алтын емел айта берсек таусылмайтын, көрген жанның көзін қызықтыратын қазақтың сұлу өлкесі бағзы заманнан бергі атақонысымыз болды. Қазақ баласының бірнеше мыңжылдық тізбегінде осы өңірге кіндігімен байланып қалғанының да бәрі себеп осында. Қай қырынан келсек те, жетісу жері берекесі мен ырысы тасыған, бейбіт күннің шуағына еміреніп, тарихтың кейбір қатпарларын бауырына бүгіп жатқан қасиетті мекен. Алтын адам табылып, айдай әлемге аты жайылған аймағымыздың тарихта ұлы өркениеттер мен ұлы тұлғалардың көптеп тудырған қасиеттері мен тарихтан ойып орын алады. Ежелгі жібек жолының бел ортасында тұрып, әлемдік өркениеттің тасымалы болған қойлық пен тархиз, Қаракемер қалалары, сайын даламыздағы төбесін күн шалған ежелгі ескерткіштер ата-бабамыздың өнер мен ғылым, өркениеттен құржаяу еместігін айғақтайды. Қасиетті атамекен, мен өзіңмен тілдесем, бабалардың тері тамған құт қонысын білмесем, онда жұрттай жүрегімнің бір кінәсін кешпесем, онда менде жұмыр жерде табан тіреп жүрмесем деп Сахи ақын жырлағандай, құт атамекенді танып білмесек, оны өзіміздің туған жеріміз жайында ештеңе білмегеніміз. Жергілікті жердің географиялық орнын, оның табиғи ерекшеліктері мен байлықтарын, су көлдерін, топырағы мен жануарлар, өсімдіктер дүниесін, экономикасын жан-жақты таныстыру. Келешек ұрпаққа елдің экономикасын дамытуға, экологиясын, тарихы және ескерткіштерін қорғау жолында кешенді еңбек етуге баулый аламыз деген ойдамыз. Ал алдағы уақытта облысымыздың елімізбен бірге өсіп, жетіле беретініне сеніміміз нық.